Салем Достар, сегодня мы с вами посмотрим, завоевала третью золотую медаль для сборной Казахстана на чемпионате по боксу, друзья. Вообще молодец. Смотрим, друзья. Шешіммен World Boxing Champion. Boxing out of the blue corner. Алуа Балқыбекова. Әлемнің екі дүркін чемпионы. Жарайсың, Алуа. Қуаныштың көз Жарайсың, жасы. қазақ қызы. Міне, көк туымыз. Желбіреп отырған жанкүйерлердің де еңбегі еш кеткен жоқ. Қолдауын сезінді. Алуа Балқыбекова жанкүйерлердің күш-қуат берді. Бапкерлерге алғысын айтты. Міне, бағыз бабында келген боксшы, бағы мен бабы қатар шапты деп осыны айтуға болатын шығар. Құтты болсын қазақ елі. Кезекті алтын. Қарсыласына құрмет көрсеткен Алуада жарап тұр. Жарайсың, Алуа. Алуаның құрметіне бұйырса үшінші мәрте бүгін Ливерпуль төрінде тағы да көк туымыз биікке көтеріледі. Тағы да әсем әнұранымыз шырқалады. Тағы бір керемет күйде боламыз. Тағы бір қуанышты сәттерді міне бастан өткізіп жатқан жайымыз бар. Ұзағынан болсын дейміз. Құтты болсын Алуа Балқыбекова. Өте жақсы әдемі жұдырықтасып шықты, сауатты жұдырықтасып шықты. Ең бастысы Молодец вообще, просто сколько слез, пота пролито, да, но не зря, друзья. Вообще молодец. Прославлять Казахстан в боксе, ну, конечно, бокс и в женский бокс на высшем уровне. Я смотрел этот бой, там турецкий, да, тренер что-то чуть-чуть был недоволен и скандал закатил, но это надо принимать. Есть и победы, есть и поражения, и это все адекватно и нормально воспринимать. Алга Казахстан, друзья, так держать.